Киндер сюрпризді алғаш Ресей империясы ойлап тауыптымыз. Шоколадты жұмыртқаның ішіне шағын ойыншық немесе тосын сый салу идеясы патшалық кезеңде Мәскеуде пайда болған екен. Бұл рас па? Проверен анықтағандай, тәттінің ішіне сыйлық салу Еуропада бұрыннан бар. 18 ғасырда Францияда піл сүйегінен жасалған жұмыртқа ішіне бірнеше қабаттан тұратын асыл заттар жасырылған. Дегенмен мұндай қымбат дүниені екінің бірі ала алмаған. Қарапайым жұрт үшін Еуропаның көптеген елінде суреттермен безендірілген папье-маше немесе картоннан жасалған жұмыртқалар сатылатын. Олардың ішіне шағын сыйлық салуға болатын. 1873 жылы британдық J.S. Fry & Sons компаниясы алғашқы шоколад жұмыртқаларды өндіре бастады. 2 жылдан соң Cadbury's компаниясы да шоколад жұмыртқаларын жасап, ішіне дрожжелер мен тәттілер салды. Сосын бұл дәстүр Еуропада кең тарады, оның ішінде Ресейде бар. Дегенмен қазіргі Kinder сюрприз италиялық Ferrero компаниясына тиесілі. Оның жаңалығы, компания шоколад ішіне тек тәтті емес, шағын ойыншық салып, оны жыл бойы сатуға шығарады. Сондықтан Kinder сюрпризге ұқсас тәттілер бұрын патшалық Ресейде де болғанымен, оны алғаш ойлап тапқан ел ретінде тануға негіз жоқ.